Қайырлы кеш, құрметті ата-аналар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге бала тәрбиесіне арналған марафонымыздың екінші сабағын өткелі жатырмыз. Құрметті ата-аналар, сәлден кейін эфирді бастаймыз. Даусым бәрі жеткілікті болса, маған бір плюс қойып жіберіңіздер. Плюстарыңызды қойып, техникалық дайындыққа байланысты белгілеріңізді беріп жіберіңіздер. Одан кейін эфирді бастаймыз, Құдай қаласа. Бүгін өте маңызды, өте өзекті тақырыпқа қарастыратын болам. Бәрі жақсы болса, плюс қойып жіберіңіздер. Бүгінгі біздің эфиріміз бала тәрбиесі парақшасында өтетін болады. Менің өз парақшамнан қосылып отырған кісілер, сіздерге өтініш бала тәрбиесі парақшасына өтіңіздер. Сабақ сол жерде болады. Мына жерде мен сұрақтарға жауап бермеймін. Бүгін сұрақтарды бала тәрбиесінің парақшасындағы оқырмандардың сұрақтарына жауап беремін. Эфирде сол жерде болады. Және айта кететін бір жайт, эфир сақталмайды. Сол себепті эфирдің соңына дейін көріңіздер. Өткен бірінші эфирді білесіздер. Сенбі күні болған эфир сақталған жоқ. Сондықтан бұл эфирді мен Инстаграмда сақтамаймын. Сондықтан бір 60 минут уақыттарыңызды бөліп, бізбен бірге эфирде қалыңыздар. Біздің эфирді көріңіздер. Бірінші сабақ от дейді. Тамаша. Кім бірінші сабақты көрді? Солар бір деп жазып кетсінші. Бірінші сабақ көргендер бір плюс деп жазып кетіңіздерші. Кім бірінші сабақты көрді? Сенбі күні кешкісін болған бірінші сабақты көрді. Солар бір плюс деп жазып кетсе, біз соны бір анықтайық. Жақсы, мен өзімді қысқаша таныстыруды ақырын бастай берейін. Бірінші сабақ ұнады, рахмет дейді. Екінші сабақта Құдай қаласа ұнайды деп ойлаймын. Сондықтан эфирде қалыңыздар. Эфирді міндетті түрде көріңіздер. Міне Райхан деген кісі көріпті. Несібел деген кісі көріпті. Айжан деген кісі көріпті. Тамаша, көре алмадық дейді кейбір кісілер. Көре алмаған кісілерге байланысты да менің бір тосын сыйым болады. Эфир барысында айтамын. Сондықтан эфирден шығып кетпеңіздер. Бірінші сабақты көре алмаған кісілер сіздерге арнап бір тосын сыйым болады. Эфирден шықпаңыздар, алыстамаңыздар. Ал жалпы мен Телеграм каналға барлық жерге жазғанымдай, сабақты көрген барлық көрермендерге, осы оқырмандарыма эфирдің соңында менің сыйлығым болады. Сондықтан эфирді міндетті түрде көріңіздер. Эфир барысында, эфирдің соңында мен сіздерге сыйлық жасайтын боламын. Жақсы, мен көре алмадым дейді. Көре алмаған кісілер, бүгін сіздерге Құдай қаласа жақсы бір сюрприз жасаймын. Кеттік. Өзім таныстырып өтейін. Аты жөнім Елжас Ертайұлы. Бақытты отбасы, отбасылық кеңес орталығының құрушысымын. Эмпатия академия тұлға дамыту орталығының директорымын. Жалпы 2015 жылдан бері осы отбасы тақырыбындамын. Одан бұрын мұғалім болып педагог болғам. Яғни жалпы мен өзімнің өміріме бүйтіп артқа үңіліп қарайтын болсам, өткенде бір талдау жасап көрген кезде 9-шы сыныптан бастап мен балалармен жұмыс істеп келе жатыр екем. Өзім 9-шы сынып оқып жүрген кезде ең алғаш мен балалармен жұмыс істей бастаған екенмін. Есімде 9-шы сынып оқып жүрген кезде 7-ші сыныптың балаларына мен математикадан қосымша сабақ беретінмін. Яғни оларға математика түсіндіретімін, одан кейін олимпиадаға дайындайтынмын. Ол балаларды өзім математикадан олимпиадаға қатысқам. Сол кезде кіші 7-ші сыныптың балаларына олимпиадаға дайындау сабақтарын өткізетінмін. Сол кезден бастап менің балалармен жұмысым басталған екен. Одан кейін де сол оқушылық кезеңінде әрқашан сол өзімнен кіші сыныптарға сабақ беру, оларға жаңағы ақылымды айту деген секілді нәрселерді өткізіп жүріппін. Кейін университетте оқып жүрген кезде де жасөспірім балалармен жұмыс істедім, волонтер ретінде. Одан кейін мұғалім болып жұмыс істедім. Одан кейін міне 2015 жылдан бастап бала тәрбиесі тақырыбында, жалпы отбасы тақырыбында семинар тренингтер жүргізіп келдім. 2017 жылдан бастап тек қана бала тәрбиесі тақырыбын қарастырып келе жатырмын. Жалпы содан бері 3 жылдан астам уақыт болды. Бала тәрбиесіне байланысты көптеген семинар тренингтер өткіздім. Шамамен бір 10 мыңнан астам қатысушы болған шығар деп ойлаймын. Енді бұлай әрбір адам басын санап есеп жүргізген жоқпын, шын айтсам, бірақ 10 мыңнан астам болған шығар деп ойлаймын. Өйткені Атырау облысы Құлсары Жылой ауданы Құлсары қаласында
4 күн семинар өткізген болатын мына әкімшіліктің ұйымдастыруымен. Сол кезде мысалы шамамен бір 3,5-4 мыңға жуық адам негізі қатысты сол 4 күннің өзінде. Одан бөлек жаңағы 3,5 жылдың ішінде Қазақстанның бүкіл қалаларын почти араладым десем болады. Өзі бармаған 3 қалам бар. Оның есесіне бірақ мен жаңағы Меркі секілді, Алматы облысында Панфилов ауданы секілді, одан кейін жаңағы Құлсары мысалы, Жаңаөзен деген секілді шағын қалаларға, аудан орталықтарына, тіпті ауылдық округтерге дейін семинар тренингтер жүргіздім. Яғни былайша айтқан кезде менің қазірге дейінгі жүргізген семинар тренингтердің саны 1000-ға жақындап қалған шығар деп ойлаймын. Одан кейін 2018 жылдан бастап онлайн режимді қатар алып келе жатырмын. Мына карантин кезінде маған аса бір қиын болған жоқ. Себебі оған дейін мен 2018-де онлайн режимға мен өзімді адаптация жасап қойған болатынмын. Мына қатысқан кісілер де бар шығар деп ойлаймын. 2018 жылдың мамыр айында мен қателеспесем, ең алғашқы онлайн марафоным жүргізгем. Менің өзім 120 күндік марафоным болған, тіпті соның соңына дейін жеткен кісілер бар. Егер сол марафондарға қатысқан кісілер болса, мына комментарийға белгі беріп қойсаңыздар болады. Жалпы марафондар жүргіздім, одан кейін онлайн курстар жүргіздім деген секілді, әлі сол онлайн курста жүріп келе жатыр. 2019 жылдың 2019 жылдың наурыз айында біз осы онлайн платформа дайындадық, отбасы.онлайн деген. Қазір менің бүкіл онлайн курстарым, онлайн сабақтарым сол отбасы.онлайн деген біздің платформада тұр. Яғни қазір бұрынғы бүкіл нәрселерім соған қосып қойдым, және әрқашан соған жаңа курстарымды қосып отыруға тырысудамын. Жалпы мен жайында осы бірінші эфирді көрген кісілер біледі. Бірінші сабағымда мен кітап жайында өзімді таныстырған болатынмын. Кітаптарым қалай жазылды, не үшін бұл кітаптан бастадым деген секілді сұрақтарға жауап бергем. Бүгінгі сабағымда да сіздерге жалпы мен бұл семинар әлеміне, курстар әлеміне қалай келдім, сол жағынан таныстыруға тырыстым. Үшінші сабақта да басқа бір қырымнан танитын боласыздар. Сондықтан ертеңгі болатын үшінші сабақты да жіберіп алмаңыздар. Бүгін бала тәрбиесі тақырыбынан өткеннен кейін ба, бізде аудитория аса көп болмай тұр. Өткенде 200-ден асып жығылған еді. Бірақ бүгін 72-ге әрең жетіппіз. Бірақ адам саны маңызды емес. Бізге көңіл бөліп, осы біз тыңдауға келген 72 адамға да біз аса зор құрмет көрсетеміз, және сіздермен бүгін Құдай қаласа сабақты бастаймыз. Енді рұқсат болса, мен сабақ барысында комментарийді өшіріп қояйын. Өйткені бұл сіздердің де менің де көңілімді аударатын болады. Сондықтан мен қазір комментарийді өшіремін. Одан кейін соңғы 20-25 минут қалған кезде сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Сол кезде комментарийді қайттан қосам. Сол кезде сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Кеттік, комментарий өшті. Мына өзімнің парақшамдағы қатысушыларға тағы да ескерте кетейін. Бала тәрбиесі парақшасына өтіңіздер. Тікелей эфирға сол жерден қатысыңыздар. Өйткені сол жерде мен сабақ өтіп жатырмын. Жалпы құрметті ата-аналар, енді комментарийді өшіріп тастадық, сіздермен кері байланысты осылайша пока уақытша үзілді. Сондықтан андай өз-өзіме сөйлеп отырған болмау үшін, мына жақта оң жақта жүрекшелер бар. Сол жүрекшеге басып өздеріңіздің лебіздеріңізді білдіріп, өздеріңіздің бар екендеріңізді, ұйықтамағандарыңызды, бізбен бірге екендеріңізді арасында көрсетіп отырсаңыздар болады. Кеттік. Өткен сенбі күнгі сабақта мен сіздермен бірге бала тәрбиесіндегі маңызды бір ата-аналардың қателігін айтқан болатынмын. Ол материалдық қажеттілік еді. Оны мен енді бір сабақ бойы түсіндірдім. Көрген кісілер көрді, көре алмаған кісілер өкінішке орай көре алмады, бірақ эфирдің соңына қарай мен оған байланысты сіздерге бір тосын сый жасаймын. Енді бүгінгі екінші біздің қарастыратын қателігіміз, яғни ата-аналар жасайтын қателіктердің біреуі орынсыз шектеулер. Яғни мен өзім ата-аналардың сұрақтарына жауап беріп, ата-аналармен әртүрлі тақырыптарды талқылап, олардың проблемаларына шешім іздеген кезде байқаған нәрсем, біздің балалардағы проблема туындауының басты себептерінің біреуі осы орынсыз шектеулер екен. Яғни біз балаларымызға шынымен де өте көп шектеу қоямыз. Мысалы, бір сәт өздеріңіз қазір ойланып көріңіздерші, 10-15 секунд, 20 секунд бір ойланып көріңіздер. Мысалы, сіздер өздеріңіз қандай шектеулер қоясыздар? Мысалы, бұл 1 жастағы балаңыз болуы мүмкін, 2 жастағы балаңыз болуы мүмкін, 10 жастағы балаңыз болуы мүмкін, 15 жастағы балаңыз болуы мүмкін, тіпті 30-ға келген балаңыз да болуы мүмкін. Маңызды емес. Бірақ біздің мына жерге әбден санамызға сіңіп қалған, біз әйтеуір шектеулер қоюға шеберміз негізінен.
Яғни бала дүниеге келе салған кезінен бастап примерно сол шектеулермен таныса бастайды ғой негізінен. Енді алғашқы кездері әлі кішкентай, ол әлі шектеу қойылатындай да мүмкіндік жоқ, өйткені уақытының көп бөлігі ұйқымен өтетін болғаннан кейін мүмкін ол кезеңдерде қатты сезілмеуі мүмкін, бірақ бала кішкене қимылдап, әрекет етіп, жаңағы өзі бір нәрселерге талпына бастаған кездерде бізде шектеулер басталады, ата-ананың шектеулері басталады. Яғни негізінен қарап отырсақ, балалардың кішкентай кезден бастап істеп жатқан әрбір әрекеті олардың бір даму процесі болып есептеледі. Яғни олар даму үшін ол әрекеттерді жасайды. Яғни жаңа нәрсе үйрену үшін ол әрекеттер жасайды. Қоршаған ортасын, айналасын тану үшін, айналасындағы заттармен танысып, олармен байланыс орнату үшін, оларды бір-бірімен байланыстыра алу үшін негізінен балалар әрекет жасайды. Бірақ біз сырттай қараған кезде ол әрекеттің бәрі жай ғана бір бос әңгіме секілді болып көрінеді. Жай ғана бос нәрсе, бала өзімен өзі ерігіп, жаңағы бір нәрсе істеп жүр, немесе жай ғана бір ойнап жүр деген секілді ойлаймыз негізінен. Бірақ қарап отырсақ, балалардың әрбір әрекеті ол даму процесі. Бала келесі қадамға, келесі бір өмірге, яғни бір жылдан кейінгі өмірі, немесе бір айдан кейінгі өмірі, 2 жылдан кейін, 10 жылдан кейінгі өміріне негізі қазір осы қазіргі сәттегі жасаған әрекеттері арқылы дайындық жасап жатыр деп айтсақ болады. Енді бұған байланысты мен мынандай маңызды бір қағиданы айта кеткім келеді. Негізінен балаларда өздерінің іштерінде бір механизм бар. Мен енді өзім солай түсіндіремін, оны қаласаңыздар инстинкт деңіздер, басқа нәрсе деңіздер, бірақ негізінен балалардың өздерінің іштерінде бір механизм бар. Алла тағала тарапынан орнатылған бір механизм. Яғни бұл механизм неге жұмыс істейді? Балалардың өзінің жасына сай даму процестерін іске асыру үшін жұмыс істейді. Яғни соған көмектеседі. Яғни қай жаста бала нені істеу керек болатын болса, Алла тағаланың орнатқан іштегі механизмі баланы соған итереді. Баланы соған қарай талпындырады. Мысал айтайық, мен сіздерге қарапайым бір мысал айтайын. Бұл механизмнің бар екенін көрсету үшін, бір шетінен сіздерге де түсінікті болу үшін. Мысалы, ешбір ана баласына мен емуді үйреттім деп айта алмайды. Мысалы, мына жерден өздеріңізде ойланып көріңіздер, ешбір ана мен балаға емуді үйреттім деп айта алмайды. Яғни балаға біз мүмкін енді омырауыңызға жақындатып деген секілді ұмтылыстарыңыз, әрекеттеріңіз болған болуы мүмкін, бірақ ол сіз солай істеді екен деп ол еміп кеткен жоқ негізінен. Ол баланың өзінің ішінде емуге деген бір ұмтылыс болды. Енді оны ғылымда сүттің иісі деген секілді әртүрлі түсіндірмелер жасауға тырысады, бірақ ең бастысы сол баланың ішіндегі механизм. Негізі баланың кішкентай кезінен бастап қарасаңыздар, не істейді, омырауды көріңізде бірден жабысып еме кетеді мысалы. Яғни бұл бір баланың сол сәттегі қажеттілігі болғандықтан оның ішіндегі механизм ол баланы соған итермелейді. Немесе ешбір ата-ана балаға мен жүруді үйреттім, немесе еңбектеуді мен үйреттім, аунауды мен үйреттім деп айта алмайды. Яғни кім балаға жерге жатып алып аунап көрсетті, немесе баланы жерге домалатып аунатып оған аунау керек екенін, мысалы, именно осы 5-6 ай, 7-8 айдан кейін осы нәрсені істеу керек екенін, мысалы, кім үйретті? Мысалы, ешкім үйреткен жоқ. Бала өзі белгілі бір жастан кейін басын көтеру керек екенін үйренеді, ішкі механизм соған итермелейді. Одан аунай бастайды, еңбектей бастайды. Одан кейін балалардың, үлкен кісілердің, ересектердің тік жүріп жүргенін көреді, соған еліктейді, солай жүруге тырысады деген секілді. Жалпы қарап отырсақ, бұның бәрі сол ішкі механизмнің жұмысы. Одан кейін мысалы ешбір ата-ана мен балаға сөйлеуді үйреттім деп айта алмайды. Ешбір ата-ана сөйлеуді үйреттім деп айта алмайды. Сіз сөйлеуге байланысты ұмтылыстарыңыз болған болуы мүмкін. Сөздерді қайталатуға тырысқан болуыңыз мүмкін. Алма деші, ана де, әке де деген секілді сөздерді айтқан болуыңыз мүмкін. Бірақ бұл деген сіз оған үйреттіңіз деген сөз емес. Өйткені тура сіз секілді қаншама ата-ана осылай қайталап үйретуге тырысқанымен балаларын сөйлете алмай жүр негізінен. Әсіресе қазіргі таңда мен бұны өте жиі көріп жүрмін, өйткені мен эмпатия академия деген орталығым бар деді ғой. Сол орталықтың жұмыстарының біреуі осы сөйлеуге байланысты проблемалар бар балалармен жұмыс істеу негізінен. Сол кезде біз не істеп жатырмыз? Соның бәрін байқап жатырмыз. Яғни олардың ата-анасы оған үйретуге тырысып жатыр, қайталатып жатыр мысалы. Бірақ болмай жатыр. Өйткені неге? Ішкі механизмда оған бір ұмтылыс қазірше команда болған жоқ мысалы. Деген секілді. Яғни жалпылама алған кезде барлық нәрсе осы балалардың жасына сай дамулары.
Енді мен бұның бәрін не үшін айтып отырмын? Қазіргі менің айтатын мысалдарымның түсінікті болуы үшін айтып отырмын. Немесе сіздің ішіңіздегі ана қарсылықтарыңыздың орынсыз екеніне көзіңіз жету үшін мен бұл мысалдарды айтып, тақырыбыма фундамент дайындап жатырмын былайша айтқан кезде. Енді нақты мысалдар жас-жаспен бөле отырып қарастырайық. Мысалы, бала ақырын уже 1 жасқа жақындаған кезеңдерде не істейді? Әр нәрсені ұстап көргісі келеді. Мысалы, телефонның қабын көрді ме, оны ұстап көргісі келеді. Стаканды көрді ме, оны ұстап көргісі келеді. Қаламды көрді ме, оны ұстап көргісі келеді. Ананы көрді ме, оны ұстап көргісі келеді деген секілді әр нәрсені ұстап көргісі келеді. Бұның бәрі баланың бір даму процесі. Өйткені сол ұстап көру арқылы ол айналасындағы заттармен танысып жатыр. Қоршаған ортадағы заттармен танысып жатыр. Ұстап көреді, оны зерттейді. Қарасаңыз, кәдімгі бір нәрсе түсінетіндей бүйтіп қарап жатады ғой. Яғни бір өзіне бір жаңалық ашқандай мәз болады мысалы, деген секілді. Бұның бәрін ұстауға тырысады. Бірақ бізде осы кезден бастап ата-аналарда шектеулер басталады. Ұстама, тиіспе, ақтарма шкафты, ақтарма тартпаны деген секілді, тартпа оны деген секілді не істейміз? Біз жаңағы баланың істеуге тырысқан нәрселердің бәріне шектеулер қоямыз. Осылайша не істеледі? Баланың даму процесіне біз тосқауыл қойып жатырмыз. Баланың даму процесіне кедергі қойылып жатыр. Бала дамығысы келіп тұр, алдына келеді, кедергі келіп соғылып қалады. Алдына біз кедергі болып тұрып алдық, ол дамығысы келіп жатыр, соғылады. Бірақ бұл не істейді? Баланың ашуын туындатады. Яғни балада агрессия басталады. Яғни ол айғайлауы мүмкін, шыңғыруы мүмкін, келіп тістеуі мүмкін, сізді ұра бастауы мүмкін, немесе жылауы мүмкін деген секілді өзінің агрессиясын көрсетеді. Яғни мынандай бір сөз бар негізі: егер бала ашушаң болса, демек бұл ата-ананың көп шектегеннен. Яғни былайша айтқан кезде көп шектелген бала агрессив болады. Яғни сіз баланы қаншалықты көп шектесеңіз, балада соншалықты агрессия байқалатын болады. Сондықтан құрметті ата-аналар, яғни балада агрессия болмау үшін осы шектеулерді не істеу керекпіз? Азайту керекпіз. Енді кейбір ата-аналарда мынандай қарсы уәж болуы мүмкін. Егер де шектемесек, бала өз бетімен кетеді ғой, немесе бір нәрсені бүлдіреді ғой, немесе бір нәрсеге ұрынып қалады ғой деген секілді қарсы уәждер болуы мүмкін. Құрметті ата-аналар, бұл жастағы балалардың дамуы үшін қажетті нәрсе ол қоршаған ортасын, айналасын зерттеу болып табылады. Ал егер оның қауіпсіздігін ойлайтын болсаңыз, ол үлкендердің жұмысы. Яғни ересектердің, ата-ананың, біздердің жұмысымыз. Оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету ол біздің жұмысымыз. Егер балаға қауіпті нәрселер болатын болса, онда оларды балаға қол жетімді емес жерге қойып қою ол біздің міндетіміз. Яғни өзіміздің заттарымыз әртүрлі жерде шашылып жатыр. Бала үшін қауіпті болған нәрсені балаға қол жетімді жерге қойып қойған болса, онда не болады? Яғни не шектеуімізге тура келеді, немесе бала ол нәрсеге барып ұрынып қалуы мүмкін. Сондықтан да ондай қауіпті нәрселерді балаға қол жетпейтін жерлерге қою арқылы баланың өзі емін-еркін зерттеу жасай алатын ыңғайлы бір ортасын дайындап беру өте маңызды, құрметті ата-аналар. Сондықтан да мен мынаны айтайын: егер де біз бұндай негативтерге қарап тұрып қалатын болсақ, ой, бүйтеді ғой, сөйтеді ғой, одан да біз оған қарап қалсақ, онда біз баламыздың дамуына кедергі келтіреміз. Одан да біз мынаған көңіл бөлейік. Яғни мен осы айтылған нәрселерді өзімнің отбасылық жағдайымда, өзімнің үй жағдайымда мен бұны қалай іске асыра аламын? Бұны мен қалай қолдана аламын деген нәрсені ойлана отырып, бұны максимум деңгейде қолдануға тырысуымыз керек. Біздің шектеулер бұнымен аяқталмайды. Бұл ең алғашқы бастапқы шектеулерді айтып жатырмын. Әр нәрсені тиісе бастаған кезде тиіспе, ұстама деген секілді шектеулер. Енді екінші кезең, бала ақырын әр нәрсені ұстап көріп, кішкене тағы жаса өскен кезде, 1-2 ай тағы да өткеннен кейін баланы ұстауға қанағаттанбайды. Содан кейін ол не істейді? Оны аузына салып көргісі келеді. Аузына салады. Яғни дәмін көреді, қатты ма, жұмсақ па деген секілді, ол да бір зерттеу жұмысы негізі. Ол арқылы да бала өзінің несін, қоршаған ортасын тануға тырысып жатыр негізінен. Яғни қаламды алады, аузына салады, жерден не тапса аузына салады, немесе стаканды алады, аузына салады деген сияқты. Любой бір нәрсені, көрген нәрсесін бәрін аузына салып көреді. Бұл да бір дамудың келесі бір кезеңі негізінен. Осы жағдай келген кезде тағы да біз ата-аналар шектеу қоямыз. Аузына салба, таста деймін, оны ұстама деген секілді тағы да ол жерде шектеулер басталады. Бұл жерде де біз не істедік? Баланың тағы да бір дамуына кедергі келтірдік. Үшінші бір кезең, одан кейін баланың енді 2 жасқа жақындаған кездерде, 2-ден асқан кездерде, ақырын тілі шыға бастаған кездерде не болады? Балалар
Бұны кешіңіздер, ортада бір кезеңді мен аттап өтіп бара жатырмын. Жаңағы танымдық процестердің біреуінде жаңағы ауызға салу кезеңінен кейін оны жерге ұрып көру деген кезең басталады. Яғни ұстады, ауызға салды, одан кейін тағы 1-2 ай өткеннен кейін оны ұрып көреді. Тарс еткіз, мысалы қандай дауыс шығады екен, ішінен не шығады екен деген секілді бір ұрып көру процесі басталады. Одан кейін жаңағы сөйлейтін жасқа келген кездегі 2 жастағы мынау не деген нәрсе басталады. Мынау не, анау не, немесе жаңағы әр нәрсені бір көрсетіп, оның атын білгісі келу деген секілді әрекеттердің бәрі осы келесі бір тану процесі. Бұл жасқа келген кезде де бізде шектеулер, бір нәрсені 10 рет сұрамашы, өзің сұрай береді екенсің, жаңағын айттым ғой саған, не деген түсінбейтін адамсың деген секілді, шаршап тұрмын, мен мазамдалма, бос емеспін деген секілді, тағы да не істейміз? Баланың тануға тырысқан кезеңінде тағы да шектеулер қоямыз. Негізінен қарап отырса, құрметті ата-аналар, бұл кезең де өте маңызды. Яғни ол уже қоршаған ортасын тани отырып, өзінің жаңағы айналасындағы заттардың несін анықтамасын білуге тырысып жатыр. Яғни итті көрді, мынау не, күшікті көрді, мынау не, мысықты көрді, мынау не, құсты көрді, мынау не деген секілді. Ол кезде балалар шынымен де бір нәрсені 10 рет сұрауы мүмкін. Тіпті 20 рет сұрауы мүмкін. Бірақ құрметті ата-аналар, егер шынымен балаларыңыздың жаңағы қызығушылығын өлтіріп алғыңыз келмесе, шынымен балаларыңыздың дамуын қаласаңыздар, онда сіздерден өтініш 10 рет сұраса жалықпай, ерінбей, ашуланбай 10 рет жауап беруден қашпаңыздар. Өйткені қараңыздар, бұл деген баланың бір даму процесі. Бізде қазір бұлардың бәрін жаңа айтқан нәрселермен мән бермей қараңыздар. Кішкентай кездегі ұстама, аузыңа салма, ұрма, сындырасың, немесе қайта-қайта сұрақ сұрай бермеші деген секілді шектеулеріміздің біз зардабын қашан шегеміз білесіздер ме? Бала мектеп жасына келген кезде. Балам мектеп оқымай, мектепте сабақ оқығысы келмейді, еш нәрсеге қызығушылық жоқ, жата береді, жалқау, жаңағы телефонға жабысып жатады деген секілді шағымдар осы кезде басталады, құрметті ата-аналар. Өйткені біз кішкентай кезден бастап бала өзі үйренуге ұмтылып, өзі бір қызығушылық танытып жатқан кезеңдерде біз не істейміз? Олардың жаңағы алдына кедергілер қою арқылы олардың қызығушылықтарын өлтіріп тастаймыз. Уже сұрақ сұрай алмайтын болады. Өйткені сұрақ сұраса ұрыс естиді. Сұрақ сұраса ата-анасының тыжырайған беттерін көреді, қабағын шытқанын көреді. Міне бұның бәрі баладағы қызығушылық сезімдерін ақырын өлтіреді. Негізінен қараңыздар, ешбір адам егер де осындай шектеулер немесе әртүрлі басқа да кедергілерге тап болмаса, қызығушылығын өлтірмейді негізінен. Өйткені адамның бұл өмірге келудегі басты мақсаттарының біреуі, ол Алла тағаланы тану ғой негізінен. Алла тағаланы тану, Алла тағаланың жаңағы сипаттарын, Алла тағаланың аттарын осы қоршаған ортадан көре алу негізінен. Мысалы, Алла тағаланың мейірімін көре алу, немесе Алла тағаланың шеберлігін көре алу, Алла тағаланың жаңағы жаратқан нәрселерді өте әдемі жаратқанын, кемшіліксіз жаратқанын көре алу, мысалы. Бұның бәрі сол танымдық процесс қой негізінен, бұның бәрі бір қызығушылық негізінен. Яғни, егер Алла тағала бізді осы өзінің бүкіл нелерін, сипаттарын, аттарының шағылысын көруімізді, жаратылыстағы құдіретін көруімізді қалап жаратқан болса, демек бізге кішкентай кезімізден бастап соған ұмтылдыратын қызығушылықтарды біздің ішімізге жүктеген негізінен. Кішкентай кезден ол нәрселер бар. Біз кішкентай кезден бастап соның алғашқы қадамдарын жасаймыз. Бірақ та біз жаңағы шектеулер арқылы біз не істейміз? Олардағы ол қызығушылықты өлтіреміз. Яғни бұл қызығушылықты өлтірген кезде тек қана бұның зардабы мектеппен шектелмейді. Мектепте біз бұның зардабын көреміз, одан кейін жаңағы айтқандай өзінің жаратушысын тани алмау деген проблема басталады. Яғни қанша жан-жағымызға қарасақ та, мысалы ағаштың қасынан өтіп бара жатып, ағаш деп просто өте саламыз. Ең әдемі деген жаңағы табиғаттың керемет көрінісін көреміз, әдемі екен дейміз да өте саламыз. Ол жердегі Аллахтың құдіретін көре алмаймыз. Ол жерде Аллахтың жаңағы өнерін көре алмаймыз негізінен. Міне осының бәрі осы кішкентай кездегі біздің шектеулерге тап болуымыздан, құрметті ата-аналар.
Бұл жағдайда мен мына орыс ұлтының өкілдеріне өте риза боламын. Мен олай дегенге қазір олардың басқа тәрбиесі жетіп жатыр ма деген секілді әңгімелер айтатын кісілер мүмкін. Бұл жерде мәселе мен бүкіл тәрбиесін қолдаймын немесе қолдамай мәселесі емес. Бұл жерде мен осы мәселеге байланысты оларға шынымен де ризашылығымды білдіремін. Өйткені шынымен қарасаңыздар, орыс ұлтының өкілдерін көресіздер, өзінің кішкентай немересі болсын, баласы болсын, қасына ертіп бара жатып, сұраған мынау не үшін деген сұрақтан бәріне ерінбей жауап беріп жатады. Шынымен бір үлкен адаммен сөйлесіп жатқан секілді оған түсіндіруге тырысып жатады. Міне, осы нәрседен біз үлгі алу керекпіз. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді ғой. Осы жақсы жағына міндетті түрде не істеу керекпіз? Үйрену керекпіз, құрметті ата-аналар. Одан кейінгі кезең, мынау не деген сұрақтар біткеннен кейін келесі кезең не үшін, қалай, қайдан деген сұрақтар пайда болады. Міне, осы сұрақтар кезеңінде де бізде тағы да ата-аналардың шыдамы жетпейді, ата-аналар ашулана бастайды. Сұрай бермеш, қайдан білейін мен оны деген секілді. Бар әкеңнен сұра, бар анаңнан сұра деген секілді. Баланы әкеге, анаға футбол добы секілді ары бері тебу деген секілді кезеңдер басталады. Немесе қайта-қайта сұрамаш, өзің қарап алшы ана кітаптан, сабағыңнан оқымайсың ба, сол жерде бәрі жазылып тұр деген секілді. Баланың бұл үйренуге тырысқан процестерін бәрін тағы да әкелеміз де шектеп тастаймыз. Негізінен бұның бәрі қараңыздар, бәрі поэтапны ғой негізінен. Бастап кездерде сезінуге тырысты. Одан кейін мынау не деп оның атауларын үйренуге тырысты. Одан кейінгі кезеңде не істейді? Не үшін, қалай деген сұрақтар арқылы жаңағы үйренген атауларды бір-бірімен байланыстыруға тырысып жатыр. Атауларды бір-бірімен байланыстыруға тырысып жатыр. Міне, осы бір-бірімен байланыстыру кезеңі басталады. Яғни қалам, ақ деген нәрсені екеуін бір-бірімен байланыстырады. Ақ қалам деген секілді мысалы. Немесе қалам, жазу деген нәрселерді мысалы. Қалам дейді, не үшін? Біз оны жазу үшін қолданамыз. Міне, не болды? Уже екі жазу және қалам деген екі ұғымды бір-бірімен байланыстырды деген секілді. Бұның бәрібір байланысу, бұның бәрібір танымдық процесс. Негізі осы арқылы баланың көкжиегі кеңейеді. Осы сұрақтарға жауап беруіміз арқылы баланың ойлау процесі дамиды. Жалпы алған кезде біздің қазір ойбай IQ деп жүрген нәрсеміз бар ғой, IQ болсын, EQ болсын, бәрі осы кезеңдерде дамиды, құрметті ата-аналар. Сондықтан да менің сіздерге айтарым, ерінбеңіздер, балаларыңызға шектеу қоя бермеңіздер. Одан да отырып олармен сөйлесіңіздер. Яғни керісінше қуаныңыздар. Мысалы, мен бір жерден естідім, мен таза бір әдебиеттен оқымадым, просто естідім, бірақ шындыққа жанасарлық жағы бар. Мысалы, Жапон елінің өкілдеріне қарасаңыздар, олар дейді, керісінше баласы бір нәрсені бүлдіре бастаса, керісінше олар қуанады, мәз болады дейді. Менің балам зерттеп жатыр, үйреніп жатыр деп. Мысалы, машинасын алады да, быт-шыт шығарып сындырып тастаса, бізде ашуланамыз ғой. Қайта, енді алмаймын мен саған машина, енді сындырдың болды, машинасы жүр, осы сынық машинамен ойна деген секілді. Біз керісінше оған ұрсып тастаймыз ғой. Ал керісінше жапондар қуанады екен. Машинаның ішін ашып, ішін жаңағы талқандап, шек-қарын ақтарып тастайтын болса, олар мәз болады екен. Менің балам зерттеп жатыр. Менің балам дамып жатыр. Ертең жаңағы жаңалық ашады деген секілді. Енді қараңыздар, шынымен де қазіргі әлемге қарасаңыздар, технология деген секілді нәрселерде олардың кәдімгідей көш ілгері кетіп қалғанын байқаймыз. Яғни қазақтардың жартысына жуығы, кажется, олардың машинасын мінеді мысалы, қарап отырсаңыздар. Сондықтан қарап отырсақ, бұның бәрі осы дамуға байланысты кезеңдер екен. Енді бұған байланысты сөзімді байланыстырып кету үшін мынандай бір сөз сіздермен бөлісе кетейін. Балаңыз өз өмірінде үлкен ерлік жасап, ғылымда жаңалық ашуын қаласаңыз, оның бетін қақпаңыз, сағын сындырмаңыз. Яғни, егер ғылымда жаңалық ашуын қаласаңыз, ертең үлкен бір ерлік жасауын қаласаңыз, тұлға болып қалыптасуын қаласаңыз, онда оның бетін қақпаңыз, сағын сындырмаңыз. Яғни, болмайды, ұстама, тиіспе, сұрай бермеші қайта-қайта, 100 рет айтам ба саған деген секілді бет қағу секілді нәрселермен баланың сағын сындырып алмау керекпіз. Сол кезде балаларымыз жаңалық ашады. Сол кезде балаларымыз ертең үлкен бір тұлғаға айналады. Сол кезде біздің де өзіміздің өндірісіміз дамиды, құрметті ата-аналар. Ал кішкентайынан шектелген адамдарда керісінше қорқыныш болады. Бір нәрсеге тиіп кетсе, керісінше бүлдіріп қояды секілді, бүлдіріп қойса таяқ жеп қалатын секілді, әрқашан ода бір қорқыныш болады. Сондықтан бір нәрсеге тәуекел етіп баруда көбінесе қорқады. Бір рискқа баруда қорқады негізінен. Өйткені кішкентайымыздан бастап біз олар не істегенбіз? Әрқашан шектеу арқылы қорқытып тастағанбыз. Немесе мына бір сөзді де сіздермен бір бөлісейін. Баланың балалығын тыйдым дегенше, ер жеткендегі даналығын тыйдым десеңші дейді.
баланың балалығын тыйдым дегенше, ер жеткендегі даналығын тыйдым десеңші. Мына сөздерді скрин жасап алып өздеріңіздің стористарыңызда да бөлісулеріңізге болады. Баланың балалығын тыйдым дегенше, ер жеткендегі даналығын тыйдым десеңші. Бұл да сол. Кішкентай кезінен бастап көп шектеулер қоя берсеңіз, анау болмайды, мынау болмайды деген секілді нәрселер айта берсеңіз, онда оның өскен кездегі даналығын тыйып жатырсыз. Яғни ертең бір тұлға болуына сіз не істеп жатырсыз? Кедергі келтіріп жатырсыз деген сөз. Әрине бұл жерде мына нәрсені айта кетейін, шатастырып алмайық. Баланың бетінен қақпау мен бетімен жіберу екеуі екі бөлек ұғым. Екеуін бір-бірімен шатастырмау керек. Менің айтып жатқан нәрсем бетінен қақпау, бетімен жіберу емес. Яғни қазір кейбір кісілерде бірден сондай бір қарсы рефлекс, реакция туындауы мүмкін. Ой, онда бетімен кетіп қалады ғой, ертең басымызға шығып кетеді ғой деген секілді. Белгілі логикаға сай шектеулер қойылуы мүмкін, баланың жасына сай шектеулер қойылуы мүмкін, бірақ жасына сай оның дамуына кедергі келтірмеу керекпіз. Бала болып ойнап алуына кедергі келтірмеу керекпіз. Қазақта сол үшін ойын баласы деп айтады. 7 жасқа дейінгі балаларды ойын баласы деп айтады. Ойын баласы деген сөз демек бұл кезде балалар ойнап алу керек деген сөз. Яғни бұл кезде біз өзіміздің эгомыз үшін ол шектеулерді қоймау керекпіз. Яғни көбінесе біз не үшін шектеу қоямыз? Мен оны өзімнің баланы жазбасы тәрбиеле деген кітабыма кіріспе ретінде жазған сөздердің біреуі бар еді сол жерде. Сол жерде айтқан едім. Ата-анаға тыныштық керек, балаға қызық керек. Міне осы жерде ата-ана мен баланың арасындағы қақтығыс басталады. Балаға қызық керек, ол ойнағысы келеді, жүгіргісі келеді, секіргісі келеді, ал ата-анаға тыныштық керек, құлақтың тыныштығы керек. Жұмыстан шаршап келдім деген нәрсе бар ғой. Сөйтеміз да не істейміз? Қақтығыс басталады. Тыныш деп оған ұрсамыз, бала тынышталғысы келмейді деген секілді басты қақтығыс осы жерден басталады. Сондықтан біздің эгомыз үшін, біздің өзіміздің жанымыздың тыныштығы үшін егер балаларға шектеу қоятын болсақ, онда біз олардың болашақта тұлға болып қалыптасуына, дана болып қалыптасуына кедергі келтіріп жатырмыз деген сөз. Балалығын тыйдым дегенше, даналығын тыйдым деңіз деген мағынасы осы, құрметті ата-аналар. Енді шектеулерге байланысты примерно мәселе осы. Мен қазір тағы жоғары жастардағыларға айтам. Мына жердегі бір-екі нәрсеге айтып кетейін. Мына суреттер көрінбейді деп жатсыздар. Суреттер бала тәрбиесі парақшасында көрінеді. Мен бағанада ескерттім, стористарымда да жазған едім. Бүгінгі эфир бала тәрбиесі парақшасында өтіп жатыр. Сол бала тәрбиесі деген парақшама өтіңіздер. Эфирға сол жерден қосылсаңыздар, бүкіл суреттер де, сыйлықтар да, қызықты нәрселердің бәрі осы жерде. Мына жерде мен жай ғана қосымша қосып қойдым. Білмеген кісілер сол жаққа өтсін деп. Сондықтан сол жаққа өтіңіздер, құрметті оқырмандар. Енді примерно, құрметті ата-аналар, мәселе осы. Яғни балалардың орынсыз шектелу мәселесі. Енді жоғарғы сыныптарда біз бұны қалай қоямыз? Мысалы, кішкене есі кіріп, немесе мектеп жастарына келген кезде тағы да бізде толған шектеулер басталады ғой. Қандай шектеулер? Мысалы, жаңағы баланың қызығушылығымен санаспау. Яғни бала футболға қызықты, бірақ футбол не істейсің, доп ойнаған тозады, одан да бар сабағыңды оқы деген секілді тағы да бір шектеулер мысалы. Немесе ертең тіпті 10-11 сыныпқа келеді, өзінің қалаған бір мамандығына, жақсы көретін бір мамандығына түскісі келеді, тағы да бізде шектеулер. Қайтесің ол мамандықтан? Онымен отбасында асырай алмайсың. Одан да бар финансист бол, немесе банкир бол, анау бол, мынау бол деген секілді. Не істейміз? Тағы да балаға шектеу қойып, өзіміздің тар көкжиегімізбен баламыздың өмірін таралтамыз. Міне, құрметті ата-аналар, шектеу деген тек қана 1 жастағы баланың проблемасы емес. Шектеу деген ол тек қана 5 жастағы баланың проблемасы емес. Ол біздің санамызда болған кезде шектеу деген ол 15 жаста да болады, шектеу деген ол 18 жаста да болады, тіпті отбасы құрған кезде де шектеулер болады. Сондықтан, құрметті ата-аналар, бұл жерде біз бірінші кезекте осы шектеулердің орынсыз екенін ескере отырып, балаларымыздың еркін, өзінің жасына сай әрекет ете алуына, дами алуына мүмкіндіктер жасауымыз керек. Біздің ата-ана ретінде міндетіміз осы. Балаларды шектей беру емес, керісінше олардың бүйтіп құлпырып, жайнап, ашылуына жағдай жасау, дамуына жағдай жасау, олардың жеміс беруіне жағдай жасау, құрметті ата-аналар. Ал бізде егер шектеулер бола беретін болса, керісінше жаңа айтқанымдай тыюлар болады. Мысалы, біздің ата-аналардың типтары мынандай түрлерге бөлуге болады. Сын айтушы ата-аналар, ақыл айтушы ата-аналар деген секілді. Сын айтушы ата-аналарға қарасаңыз, әне толып тұр. Яғни баланың істеген әрекеттерінің бәріне сын айтамыз. Эфир сақталмайды, құрметті ата-аналар. Ескерте кетейін. Мына жақта кейбіреулер сұрап жатырды. Сын айтушы ата-аналар толып тұр, қараңыз.
очерктің соңы анау таудың арғы төбенің арғы жақтарында. Ақыл айтушы ата-аналар да жеткілікті. Яғни бала бір нәрсені дұрыс демесе, оған бірден ұрса кететін, сын айту деген сол ғой. Мына жер дұрыс емес, мынаны дұрыстап қоя алмайсың ба, шетіне шығарып жіберіпсің ғой, үйдің суреті осындай бола ма, машина осындай болушы ма еді, бұны қай атаңнан көрдің деген секілді, баланың істеген нәрсесіне сын айту деген секілді. Ал керісінше білесіздер ме, баланың тіпті салған суретінің өзіне сын айтудан аулақ болыңыздар. Ол баланың фантазиясы. Яғни сіз не істейсіз? Өзіңіздің фантазияңызбен сын айту арқылы керісінше оны бір шаблонның ішіне тықпалап жатырсыз деген сөз. Ал мүмкін мысалы айтыңыз, бір машина салдыңыз, мысалы, ол машина мүмкін сіздің фантазияңыз бойынша, сіздің түсінігіңіз бойынша бір түрлі машина болуы мүмкін. Бірақ ол баланың фантазиясында ол мүмкін болашақтың машинасы шығар. Ол мүмкін ол өскен кезде ол шынымен сол машинаны іске асыратын шығар мысалда. Яғни айтым келген нәрсе, біз фантазиясын шектеп тастайтын болсақ, онда бала ойлана алмайтын болады. Ойланар кезде, ой, әкем не дер екен, анам не дер екен, ой, басқалар не дейді деген секілді, өзінің ойындағы мықты бір идеяны іске асыра алмайтын халде болады. Ақыл айтушыларда да солай, өлтіп тұрып ақыл айтамыз. Бірақ именно іске асырып, үлгі болу мәселесіне келген кезде өкінішке орай ол жер көбінесе бос қалып қояды. Сондықтан керісінше бәріміз мына іске асыру жағына ауыссақ жақсырақ болады. Яғни баламыздың білім алуын қалаймыз ба, онда бірінші өзіміз білім алу арқылы оны іске асырайық, баламызға үлгі болайық. Баламыздың ізденімпаз болуын қалаймыз ба, онда өзіміз әрқашан ізденімпаз болайық, іске асырушылардың қатарында болайық, баламызға үлгі болайық деген секілді мысалы. Яғни осы бір категорияны таңдасаңыздар дұрысырақ болады, құрметті ата-аналар. Енді примерно менің бүгін сіздермен бөліскім келген мәселелер осы. Енді қазір эфирдің соңғы 20 минутына жақындап қалды. Сұрақтарыңызға кезек берем. Одан кейін бір-екі сыйлығым бар сіздерге арналған. Комментарийді ашам. Сабақ қалай болды? Сол комментарийға бір-екі ауыз өздеріңіздің лебіздеріңізді білдіріп бастасаңыздар болады. Сұрақтарыңызды ақырын-ақырын жаза беріңіздер. Бала тәрбиесіне байланысты сұрақтарыңыз. Құрметті ата-аналар, менің парақшам бүгінгі сабағым бала тәрбиесі парақшасында өтіп жатыр. Мына жерде мен қосымша қосып қойдым. Сондықтан бала тәрбиесі парақшасында өтіңіздер. Бүкіл суреттер, картиналар, сұрақтарға да сол парақшада жауап беремін. Бүгінгі беретін сыйлықтарым да сол парақшада болады. Сондықтан сол парақшаға өтейік, құрметті ата-аналар. Жақсы, тамаша, өте жақсы лайктар келіп жатыр, мына жақтан жүрекшелер келіп жатыр. Бұның бәрі білесіздер, мені шабыттандыратын нәрселердің біреуі. Осындай шабыттандырушы нәрселер көп болған сайын эфирға шығуға деген ұмтылысым да көбірек болады. Сұрақтарыңызды ақырын-ақырын комментарийға жаза берсеңіздер болады. Өткен сенбі күні білесіздер, мен сіздерге керемет бір сыйлық жасаған едім. Бүгін де сіздерге керемет бір сыйлық жасағалы отырмын, Құдай қаласа. Мен онлайн курстарым бар дедім ғой. Сіздерге сол онлайн курстарымды бүгін 90% жеңілдікпен бергім келіп отыр. Бүкіл онлайн курстарымды. Жалпы менің сайтымда қазір 14 курс бар екен. 14 деген көрінбей қалды. 14 курс бар екен. Сол 14 курстың ішінде 69 сабақ бар екен. Ерінбесеңіздер, сайтыма кіріп жазып көрсеңіздер болады. Бағаларын есептеп көрсеңіздер болады. Сол 14 сабақтың бағасы 35.000 теңге екен. Бүгін мен 90% жеңілдікпен осы 14 сабақты 3500 теңгеге сіздерге берейін деп отырмын. Яғни менің отбасы.онлайн деген парақшамдағы бүкіл сабақтарды 3500 теңгеге аласыздар. 35.000 теңгенің орнына 90% жеңілдікпен 3500 теңгеге. Яғни былайша айтқан кезде символический дейді ғой. Жай ғана бір символический баға қойып қойдық. Яғни сол сабақтардың бәрін алу арқылы сіз өзіңіздің бала тәрбиесіне, отбасыға байланысты біліміңізді арттыра аласыз. Яғни ол жерде жазасыз, баланы жазасыз тәрбиелеуді үйренемін деген 24 сабақтан тұратын курсым бар. Өтпелі кезең тәрбиесі дейтін 6 сабақтан тұратын курсым бар. Одан кейін балада ерік жігер мен ар-ождан тәрбиесі деген 10 сабақтан тұратын курс бар. Жұбайлар жарасымы деген 10 сабақтан тұратын курс бар. Одан кейін агрессиялық балалармен, ашушаң балалармен жұмыс деген 2 сабақ, қателеспесем, гиперактив балалармен жұмыс деген 2 сабақ. Одан кейін баладағы зейін, концентрацияны жинақтауға байланысты 1 сабақ. Ата-аналардың мимиканың рөлі деген сабақ бар. Деген секілді қысқасы осындай 14 курс бар. Қазір бәрін санап біте алмауым мүмкін. Осы 14 курсты қаласаңыздар, бүгін 3500 теңгеге ала аласыздар. Бұл сабақтар сіздердің жеке кабинеттеріңізде 1 жыл бойы сақталып тұрады. Яғни өздеріңізге ыңғайлы уақытта көре аласыздар, және 1 жылдың ішінде қаласаңыздар қайталап та көре аласыздар. Яғни өте керемет мүмкіндік, қолжетімді баға,
өте қолжетімді баға. Егер бұны аламын десеңіздер, сіздерге мына жерге Каспий Голдты шығарып қояйын. 3500 теңгеге алам десеңіздер, алғашқы 100 адамға осы жеңілдікпен осы сабақтарды беремін. Басталды. Мына Каспий Голдқа 3500 теңгелеріңізді лақтыра берсеңіздер болады. Өткен сенбі күнгі жеңілдікпен де біраз адам кітаптарды алып қалды. Енді бүгінде курстарымды сіздерге бергім келіп жатыр. Яғни былайша айтқан кезде барынша максимум жеңілдіктер жасауға тырысып жатырмын сіздерге. Сіздерге осы бала тәрбиесіне байланысты білім қолжетімді болсыншы, және өздеріңіздің бала тәрбиесіне байланысты білімдеріңізді барынша арттырсаңыздар екен деген тілекпен осындай сіздерге барынша жеңілдік жасауға тырысып жатырмын. Әрине, ой, соңы сауда болып кетті ғой деп кейбір өткен комментарийға жазған кісілер болды. Негізгі сабақ осы, сұрақ-жауапқа қазір сұрақтарға жауап беруге көшемін. Тегін сабағыма алғысымды айтып шығып кете берсеңіз де болады. Ал жоқ, қосымша осы ұсыныстарды талам десеңіз, бұл ұсыныстарды қолданып қалсаңыз болады. Осы 20 минут көлемінде алғаш төлем жасаған 100 адамға осы бағамен мен сабақтарымды беретін боламын. Ал кеттік, қапы қалмаңыздар, үлгеріп қалыңыздар. Кеттік, мен сұрақтарды іздеп бастадым. Жоғары қарай сұрақтарға көшемін. Комментарийлардың жоғары жағына шығып алайын. Так. Біраз сұрақ жазып үлгеріпсіздер уже. Сұрақ жазған кезде құрметті ата-аналар, Нұрбек деген кісі уже төлем жасады. Алғашқы адам кетті. Қапы қалмаңыздар. Сұрақ жазған кезде балалардың жасын жазуды ұмытып кетпеңіздер. Өйткені жасына байланысты өзгереді. Кажется, мына Маржан деген ханымның сұрағымен бастайды секілдіміз. Голд шығарыңызшы дейді. Барлық нәрсе бала тәрбиесі парақшасында голд сол жақта тұр. Мына жақтан өкінішке орай шығара алмаймын. Дайындықтың бәрі сол телефонда жасалған. Ренжімеңіздер, сол жаққа өтсеңіздер. Кеттік. Ата апасы өздері бізге шектеулер қоюды. Бұған не дейсіз? Біз тәрбие бере алмаймыз осыдан дейді. Бұл өткен сабақта да бұл тақырыпты қозғаған едім. Өкінішке орай бұл біздің қоғамдағы проблемалардың біреуі. Ата әже мен әке шешелердің бір-бірімен қақтығыстары десек болады. Бұл жерде менің ұсынысымнан да қысқа жауап беруге тырысайын, өйткені 18 минут уақытымыз қалды. Мүмкіндік болғанша бұл жерде үйдегі отағасы, яғни сіздің жұбайыңыз, ол ата әженің баласы, яғни былайша айтқан кезде, сол кісі бұл мәселелерді шешуге тырысқаны жөн. Яғни шектеулерге байланысты болсын, ұрыс-керіске байланысты болсын, бұның бәрін жаңағы сөйлесіп, бұл бала тәрбиесіне байланысты заманауи жаңа мәселелерді түсіндірген дұрыс болады. Өйткені біздің кездегі балалар мен қазіргі балалар бір емес. Қазіргі балаларды ғалымдардың өзі поколение Z деп айтады, Z буыны деп айтады. Оның өзіне тән ерекшеліктері өте көп негізінен. Сондықтан бұл поколение Z деген мәселені ескере отырып, оларға подходтың басқаша болатынын ескере отырып, бұның бәрін үлкен кісілерге түсіндіре алғандарыңызша түсіндіргендеріңіз дұрыс болады. Бірақ ата әже шектеген жағдайдың өзінде сіздер шектемеңіздер, сіздер барынша баланың еркін дамуына мүмкіндік беріңіздер. Яғни ең болмаса сіздердің қастарыңызда балалар еркін тыныс алсын. Болмай тиіспе дегеннің орнына басқа қандай дейді. Егер әлі кішкентай балалар болатын болса, әлі түсінбейтін, оларға болмайды деген нәрсені көп қатты түсіне қоймайды. Олар көзіне көрінді ма, ол нәрсеге қол тигізу керек деген оларда принцип бар. Оны тигізе алмаса, керісінше ол балаларда жаңағы ашушаңдық басталады. Сондықтан бұндай жағдайларда мүмкіндік болғанша болмайтын нәрселер, бағалы нәрселер болатын болса, оны барынша жоғарыда ұстау, көрінбейтін жерде ұстау. Ал сөз түсінетін, ақын сөзге келуге болатын балаларға назарын басқа жаққа аудару, альтернатив ұсыну деген секілді әдістерді қолдансаңыздар болады жағдайға байланысты. Керемет сабақ болып жатыр дейді. Балалар бір-бірімен қырылғанда қойыңдар деп айту шектеу бола ма? Жоқ, қараңыздар, бір-бірімен қырылу мәселесі ол бөлек, ол даму емес. Қараңыз, менің шектеу деген орынсыз шектеу дедім ғой, мен тақырыпты да шектеу қоймау деп қойған жоқпын. Орынсыз шектеулер деп айттым, орынсыз шектеулерде қараңыздар, бұл қырылу мәселесі бұған кірмейді. Өйткені бұл орынсыз шектеу қашан қойылады? Дамуына кедергі келтірілген кезде. Ал қырылуда, бір-бірімен төбелесуде, соғысуда ешқандай бір даму процесі жоқ. Енді негізінен ол жерде де бір белгілі бір деңгейде даму процесі бар. Егер де жаңағы табиғи болатын болса, өйткені ол жерде де жаңағы әлеуметтік өмірге дайындық, өзінің затын қорғау деген секілді бір нелер бар, бөлісуді үйрену деген секілді дамулар бар, социальный өмірге дайындық ретінде. Бірақ бұл табиғи болған кезде енді ешқандай қызғаныш болмай, ата-ана әділ болып, балалар өзара бұндай конфликтке түссе, бұл қалыпты. Бұндай жағдайда қой деудің орнына тек қана шеттей бақылап,
нейтральный позиция ұстансаңыздар болады. Ал бірақ егер сіздер әділетсіздік жасап, біреуін көбірек жақсы көріп, біреуін әрқашан қорғап, әрқашан соның жағында болып, екіншінің қызғанышын арттырып, екіншінің жек көрінішін арттырсаңыздар, бұл уже табиғи жағдай болып есептелмейді. Бұл жерде уже талас, төбелес ол қауіпті жағдайға баруы мүмкін. Сондықтан бұл ара-жікті ажырата отырып, жаңағы шектеу қою қоймау мәселесін анықтасаңыздар болады. Енді төбелескен кезде шектеу қойғаннан гөрі, төбелескен кезде менің сіздерге ұсынысым, қызғаныш туындаған, жек көрініш туындаған, басқаларды аямай ұра бастаған балаға көбірек көңіл бөлу арқылы оның қадірлі сезініп, өзінің жақсы көрілгендігіне сенуіне мүмкіндік жасасаңыз, мәселені тезірек шешесіз. Керемет, Алла разы болсын, әмин айтқандарыңыз есін. Керемет, қатты дауысты қойып едім, әкеміз естіп ойланып қалды дейді. Міне бұл да бір әдіс негізінен, ер кісілер көрмейді деп жатамыз ғой, немесе ата әжені естиміз деген кезде, осы менің сабақтарымды кәдімгідей қатты дауыспен, тамақ жасап жатқан кездеріңізде немесе басқа кездерде машинада кетіп бара жатқан кезде деген секілді қатты дауыспен қойып қойсаңыздар, арадағы бір сөйлем мүмкін ол кісіге әсер етіп қалуы мүмкін. Мүмкін тыңдамаған сияқты жүру мүмкін, бірақ арадағы бір айтылған сөйлем, бір сөз, мысалы, оған құлағына елең еткізу мүмкін да, содан ары қарай тыңдап кету мүмкін. Сондықтан барынша мүмкіндіктердің бәрін пайдалануға тырысыңыздар. Өйткені басқа бір оқырманымда айтқан еді, күнде жаңағы үйде телефоныммен қойып қоямын, сөйтіп видеоға бүкіл кісілер тыңдайды деген секілді. Енді әр отбасында жағдай әрқалай, бірақ та соны барынша қолдануға тырысыңыздар. Құрметті ата-аналар, төлем жасауға байланысты 14 минут уақыт қалды. 14 минут уақыттарыңыз ескертіп қояйын. Мына 69 сабақтан тұратын 14 курс 35 мың теңгенің орнына 3500 теңгеге алу мүмкіндігі. Ұмытып кеткен болсаңыздар, Каспий Голд осы, Каспий Голдқа жібере беріңіздер. Шамамен бір 20-дан астам адам жіберіп қойды, түсіп жатыр. Бізде жалғыз бала агрессия басым ашуланшақ, онда мінезін қалай сабырлыққа үйрене ала ма дейді. Я, үйрене алады, ешқандай кеш деген нәрсе жоқ. Ең бастысы дұрыс әдіс тәсілмен бұл мәселені шешуге тырыссаңыз дұрыс болады. Менің жоғарыда курстардың ішінде агрессив балалармен жұмыс деген арнайы онлайн сабағым бар. Сол жерде агрессияның туындауының себептерін әрқайсысын талқылап, және ол жағдайлардан қалай шығу керек екенін түсіндірдім. Сол сабақты көруді сізге ұсынамын. Қазір сізге онысы да өте жақсы жеңілдікпен ұсынып жатырмын. Мүмкіндікті пайдаланып қалыңыз. Бала қай жаста сөйлемесе проблема деп қарауға болады дейді. Негізінен енді жалпы дәстүрлі түрде үйреншікті жағдайда ол білесіздер 2 жастан асқаннан кейін ақырын сөздерді айта бастау керек деген түсінік қалыптасқан, бірақ бұл кейбір балаларда 3 жасқа дейін баруы мүмкін. Жалпы логопедтермен сөйлессеңіз, олар кейбіреу 3 жасқа дейін, кейбіреу 4 жасқа дейін қабылдамайды. Яғни жұмыс істеуді қабылдамайды, әлі сөйлеп кетеді деген ұстанымды ұстанады. Бірақ менің сіздерге ұсынысым, уже 2 жарымнан асып 3-ге жақындаған кезде әлі тілі шықпай кешігіп жататын болса, кешеуілдетпей, мүмкіндік болғанша мамандарға барғандарыңыз дұрыс. Детский невропатологқа немесе логопедке деген секілді барып, қаралып, әрекетті ертерек бастағандарыңыз дұрыс. Біздің қоғамда мынандай бір жаман нәрсе бар. Бізден жұбату үшін кейбір кезде былай дейді, ой, менің балам, менің туысқанымның баласы 6 жасында сөйлеп кеткен, менің көршімнің баласы 7 жасында сөйлеп кеткен, қазір әп-әйбат сөйлеп жүр деген секілді бізді жұбатуға тырысып, бізді тынышталдыруға тырысып жатады. Бұлардың ешқайсына алданбаңыздар. Мүмкін солай да болған болуы мүмкін, бірақ бұл оның баласы 7 жаста сөйледі екен деп сіздің балаңыз да 7 жаста сөйлеп кетеді деген гарантия жоқ. Әр баланың жағдайы әртүрлі, әр баланың диагнозы әртүрлі. Сондықтан да ондай нәрсеге алданбаңыздар. Егер де 2 жарымнан асып 3-ге жақындаған кезде әлі кешігіп жатса, ақырын әрекет жасап мамандарға барыңыздар. Логопедке барып көрсетсеңіз, невропатологқа барсаңыз, олар примерный текстке бағыт-бағдар береді. Қаншалықты ертерек әрекет етіп, қаншалықты ертерек ем іздесеңіздер, нәтижеге соншалықты тезірек жете аласыздар. Қазір біздің эмпатия академия деген орталыққа осы сөйлеуге байланысты өте көп бала келеді негізінен. ЗРР, ЗПРР деген секілді диагноздармен өте көп балалар келеді. Және құдайға шүкір ақырын прогрестер байқалып жатыр. Менің өзімнің қызымда да сөйлеуге байланысты мәселе болдым. Біздің қыз 8 жастан кейін әріптерді, сөздерді айта бастады негізінен. Біздің осы эмпатия академияда Берард деген арнайы нейротерапиямыз бар. Сол терапияны ала бастағаннан кейін кәдімгі үлкен бір прогресс байқадық. Егер сөйлеуге байланысты проблемаларыңыз болып жатқан болса, дайректке жазыңыздар. Біз сіздерге толығырақ ақпарат берейік. Мүмкіндіктеріңіз болса, тіпті Алматыға келіңіздер, егер басқа қалада болсаңыздар, бір 10-11 күндік нейротерапияның сеансына келсеңіздер, кәдімгідей прогресс болады негізінен. Өйткені мен өзімнің қызымда болды, және сол секілді қаншама балалардан біз прогресс көріп жатырмыз. Сөйлеуге байланысты мәселе осы, құрметті ата-аналар.
Ескерте кетейін, 10 минут уақыттарыңыз қалды. Каспий Голдпен төлеп, бүкіл курстарымды 90% жеңілдікпен алу үшін, құрметті отандар. 7 жасар ұлым өзімен қатар балалардың барлығынан қорқады. Өте жасық, достарының арасында сөйлемейді, оған қалай көмек бере аламын дейді. Қараңыздар, мынау қорқу, жасықтық деген нәрселердің бәрі осы қысымнан болатын нәрсе. Орынсыз көп шектеулердің көп болуы, өте көп сын айтылуы, оның істеген әрекеттеріне күліп, мазақтау деген секілді нәрселер, немесе ұру, соғу, айғайлау деген секілді негативті әдістердің нәтижесінде осы қорқақтық, жасықтық деген нәрселер пайда болады. Сондықтан мен сізге ұсынысым, бірінші осы қай жағынан сіз қате жіберіп балаңызды жасық қылып алдыңыз, қорқақ қылып алдыңыз, соны бір анықтап алыңыз да, сол жақтан бастап түзетуге бастаңыз, сол жақтан бастап баланы қайтадан қалпына келтіруге бастаңыз, дұрысырақ болады. Яғни мынаны айта кетейін, ешбір бала дүниеге қорқақ болып, жасық болып келмейді. Кішкентай 1-2 жастағы баланы қараңыз, сонда бір сескену, қорқу, жасқану деген нәрсе байқайсыздар ма? Ол любой нәрсені ұстауға тырысады, любой нәрсені істеуге тырысады. Яғни оларда бір батырлық бар негізінен. Бірақ біз сол шектеулер арқылы ұру, күшке бағындырулар арқылы не істейміз? Көп жағдайда балаларымызды басып тастаймыз. Яғни мен ата-аналарға кейбір кезде кішкене тигізіп айтатыным бар. Біз негізі балаларды бірінші өзіміз ауру қылып аламыз, одан кейін оны емдеуге тырысамыз. Ауру дегенде тікелей мағынасына түсінбей ақ қойыңыздар. Мысалы, жасық болу деген секілді, немесе қорқақ болу, өтірік айту деген секілді, психологиялық, педагогикалық тұрғыдан баланы ауру қылып аламыз да, одан кейін емдеуге тырысамыз. Енді сол үшін қазақта айтады, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Сол үшін баланы құртып алмай тұрып, ауырмай тұрып, әлі проблема шықпай тұрып, жасық болмай тұрып, қорқақ болмай тұрып, өзіне сенімсіз болмай тұрып, осы мәселелердің алдын алсақ, әлдеқайда дұрыс болады, құрметті ата-аналар. Қалай алдын аламыз деген нәрсе, бұның бәрі біліммен болатын нәрсе. Бала тәрбиесіне байланысты білімімізді толықтыру арқылы болатын нәрсе. Оқу арқылы, іздену арқылы. Яғни менің алдыңғы сабақта кітаптарымды, осы сабақта курстарымды сіздерге осындай барынша жеңілдікпен ұсынуымдағы бас себептердің біреуі осы. Яғни сіздердегі білімді арттыру. Яғни бір елжас қаншама адам қол айтып үлгереді. Мысалы, одан да әрбір отбасыда бір-бір елжас болса, әрбір отбасыда бір-бір педагог болса, міне сол кезде Қазақстандағы жағдай әлдеқайда жақсы болады. Сол үшін мен қолымнан келгенше өзімнің нәрселерімді ұсынып жатырмын. Енді міндетті түрде кейбір кісілер болуы мүмкін, ақылыға жағдай болмауы мүмкін. Ақылыға жағдай келмейтін кісілерге мен барынша тегін нәрселерімді ұсынып жатырмын. YouTube'да мысалы тегін 200-ден астам видео сабақтарым тұр. Instagram'да күн сайын, күн ара өзімнің ойымды, кеңестерімді бөлісіп отырамын. Яғни барынша осы тегіндерді ең болмаса оқысаңыздар, ізденсеңіздер, бала тәрбиесіне байланысты белгілі бір түсінік қалыптасады. Содан кейін барып сіздерде осы баланы ауру қылып алу деген нәрседен аулақ боласыздар. Яғни мына нәрсені өзімізге дәстүрге айналдырсақ, айына бір кітап оқу, бала тәрбиесіне байланысты айына бір кітап оқу деген нәрсені дәстүрге айналдырсақ, және күніне 10 минут видео сабақ көру деген нәрсені дәстүрге айналдырсақ. Бұл видео сабақ бүгінгі сіздердің сатып алатын менің онлайн ақылы сабақтарым болуы мүмкін. Ақылыға жағдайым жоқ дейтін болсаңыздар, онда YouTube каналыма кіріңіздер. YouTube-қа кіріп Елжас Ертайұлы деп жазсаңыздар, менің парақшам шығады. Ол жерде 200-ден астам видео сабақ тұр, және мен апта сайын ол жерге жаңа видео қосуға тырысып жатырмын. Яғни сол видео сабақтарды күніне бір 10 минуттың көруге тырысыңыздар. Онсыз да ол жердегі сабақтар сол 8 минут, 10 минут көлемінде негізінен. Сол сабақтарды көруге тырысыңыздар. Яғни осылайша күнделікті дамуда болсақ, сол кезде балаларымызды психологиялық тұрғыдан, педагогикалық тұрғыдан ауру болудан сақтаймыз. Негізі психологтардың да пікіріне сүйенетін болсақ, не дейді? Балалық шақ болмаса, проблемалардың 70% болмас еді дейді. Яғни біздің қазір тіпті үлкендер, ересектер, біздің бойымыздағы проблемалардың басым бөлігінің негізгі себебі, түп тамыры балалық шағымызда жатыр. Түп тамыры балалық шақта. Енді жарайды, біздің балалық шағымыз өтіп кетті, біз оған енді ешнәрсе істей алмаймыз. Маңыздысы балаларымыздың балалық шағын құртып алмау. Біз енді өткен шаққа оралып бұны қалпына келтіре алмаймыз. Ол өтті, енді әке-шешемізге ренішіміз жоқ, олардың кезінде жағдай солай еді деп біз оларға кешіріммен қараймыз, жібердік оны. Бірақ енді біздің қазір мойнымызда үлкен бір жауапкершілік бар. Біздің балаларымыз травмамен өспеу үшін, біздің балаларымыз осы психологиялық тұрғыдан ауру болмау үшін, осындай 70%-ық проблемалармен ересек адамға айналмау үшін біз бүгін не істеп жатырмыз? Біз бүгін қандай қадамдар жасадық? Яғни бағанағы айтқан кітабымызды оқып, білімімізді арттырып, видео сабақтарымызды көріп, яғни қате жасаудан аулақ болып жатырмыз ба? Немесе өзіміздің бойымыздағы травмаларды емдеп, өзімізді дамыту арқылы, яғни оларды травмасыз өсуге жағдай жасап жатырмыз ба, жасамай жатырмыз ба?
соны ойлану керекпіз, құрметті атандар. Яғни сондықтан енді былай шынын айтқан кезде 3500 теңге бүгінгі мен сіздерге 69 сабақ ұсынып жатқан 3500 теңге еш нәрсеге былай қатты бір жыртыққа жамау болатын нәрсе емес қой негізінен қарап отырсаңыз. Бірақ 69 сабақ. Және мен мынаны айта кетейін, 69 сабақ ана кейбір курстардағы секілді 7-8 минуттық сабақтар емес. Менің сабақтарымның көбісі кемінде 30 минуттық сабақтар. 25, 30, тіпті кейбір сабақтар 45 минут, 1 сағатқа дейін барады. 1,5 сағатқа дейін баратын сабақтар бар оның ішінде. Андай бір 69 дегенді мен былай санды үлкен қылып көрсету үшін қоя салған бір сан емес негізінен. Ол жерде шынымен де 1,5 сағатқа дейін созылатын сабақтар бар негізінен. Ең кемінде 25 минут, қателеспесем 25-30 минуттық сабақтар. Сондықтан ешқандай алаңдамай беймарал бұл сабақтарды ала аласыздар. Өйткені бұл сабақтар 3500 теңгеге негізінен почти дарым дейді. Мен тегін де бүйтіп аша салсам болады негізінен доступта. Бірақ тегін берген нәрселердің өкінішке орай қадірі көп бола бермейді. Тегін алған сабақтарды көрмейсіздер. Өйткені мысалы YouTube'дағы просмотрларымды қараңыздар. 2017 жылдан бері 3,5 жыл көлемінде мен YouTube'да сабақ жүргізіп келе жатырмын. Просмотрлар қазір максимум ең көп көрілген просмотр 38 мың. Ана жерде популярный деп шығарсаңыз болады сортировкада, сол жерде өздеріңіз көріңіздер. Максимум көрілген сабақ 38 мың. 20 мыңнан асқан просмотр 4-ақ сабақ бар. Вот мен бұны бәрін тегін беріп жатырмын ғой. Бірақ өкінішке орай көрмейді оны адамдар. Мысалы мына жерде менің Инстаграмның өзінде 50 мыңнан астам адам бар, YouTube'тың өзінде 20 мыңнан астам подписчик бар, бірақ просмотр ондай емес. Өйткені тегіннің қадірі жоқ. Тегіннің қадірі жоқ. Сол үшін мен символически бір 3500 теңге қойып қойдым. Хотя бы 3500 теңгем кетті ғой. Көрейінші мына сабақтар дейтіндей болсыншы деп. Сондықтан құрметті атандар, яғни 3500 теңге бір кафеге барсаңыз, бір адам жалғыз өзі немесе 2 адам мүмкін орташа бір асханада тамақ ішу мүмкін. Бір күн тамақтарыңыз, бір күнгі обедтеріңіз үнемдей отырып, 69 сабақты алып, оны шынымен көріп, оны шынымен өмірлеріңізде пайдалансаңыздар, мен ойымша бұның пайдасын көресіздер деп ойлаймын. Деп айтып жатқан ұсынысымның 3 минут уақыты қалды. 3 минуттың ішінде алып үлгерсеңіздер, үлгердіңіздер, үлгермесеңіздер, ел жасқа ренжімеңіздер. Күшті сабақ дейді, машалла. 3 минутта тағы бір сұраққа жауап беруге тырысайын. Баланың оқуға деген ынтасын қалай оятса болады, 8 жасар ұл дейді. Бұған байланысты Құдай қаласа мен ертеңгі эфирді айтатын болам. Ертеңгі эфирді міндетті түрде болыңыз. Сол жерде мен бұны айтам. Құдай қаласа. Балаларды көп қырылады бір-бірімен күнде азанда түсте. Қырылу туралы жоғарыда айттым. Қайталап көрсеңіз болады. Керемет ақыл айттыңыз деп ойлаймын дейді. Рахмет. Агрессия қалай басса болады? 3 жастағы ұл бала. Менің агрессив балаларға деген сабағымды көріңізші, құрметті ата-ана, өтініш. Урал өте қол жетімді дейді. Қанша уақытта көруге болады? 1 жыл бойы көре аласыздар. Бүкіл 69 сабақ сіздердің жеке кабинеттеріңіз ашылады сайттың ішінде. Сол жеке кабинетте 1 жыл бойы сақталады. Қалаған уақыттарыңызда қайталап көре аласыздар. Және мынаны айта кетейін, 2 минут қалыпты. Басқа достарыңызға сыйлай аласыздар, мұғалімдеріңізге сыйлай аласыздар. Яғни 3500 өзіңіз қалдыңыз, тағы да 3500-ге төлем жасап, басқа бүгін эфирді көрмеген таныстарыңызға, туыстарыңызға, сіңілілеріңізге, әпкелеріңізге де бүгін алып қойсаңыздар болады. Яғни бір адам қаласа бірнеше неге алуына болады. Мысалы 3500 өзіне, 3500 сіңілісіне, 3500 бауырына деген секілді. Бірнеше рет алып, кейін қаласаңыздар олардан ақшасын албасаңыздар болады. Немесе қаласаңыздар сыйлық ретінде берсеңіздер болады. Құрметті ата-аналар, бүгін 2 минут уақытымыз қалды. Мен сіздерге сөз берген сыйлықтарымды берейін. Бірінші сыйлық, алдыңғы бірінші сабақты көрмей қалдым деген ата-аналарға ұсынысым, Telegram каналда біздің осы тегін сабақтарға арналған арнайы чатымыз бар. Сол жерге өтсеңіздер, мен ол сабақтың сілтемесін қойып қойдым. Оны негізімен бүгін 12-де өшіріп тастаймын деп айтқам, бірақ көрмедім деген ата-аналар үшін мен тағы да созайын. Ертең таңғы сағат 10-ға дейін созам. Таңғы сағат 10-ға дейін сол кешегі бірінші эфирді көріп алыңыздар. Ол үшін Телеграмдағы менің неме өтіңіздер, каналым өтіңіздер. Каналдың сілтемесін алғыларыңыз келсе, WhatsApp-ымды білсеңіздер, WhatsApp-қа жазыңыздар. Немесе осы Instagram-дарға дайректке жазсаңыздар, мен сол жерге сіздерге сілтемені жіберемін, солай сабақты көре аласыздар. Және екінші нәрсе, өткендегідей скрин жасап, кім бүгін менің өстіп тұрғанымды скрин жасап, өздерінің стористарына қойып, сол жерге шағын бір отзыв жазса, мен ол кісілерге тағы да бір курсымды тегін сыйға беремін. Мынандай өсіп тұрайын, осыны скрин жасап алыңыздар, мына экранды үлкейтейін. Өсіп тұрайын, бұлай лайк басып тұрмын, қараңыздар, бірақ мына парақшада осылай лайк басып тұрғанымды скрин жасаңыздар,
осыны өздеріңіздің стористарыңызға салыңыздар. Және бүгінгі сабақ қалай өткеніне байланысты шағын отзывтарыңызды немесе сабақтан түйгендеріңізді жазып, менің парақшамды белгілесеңіздер, мен сіздерге тағы да бір сабағымды тегін сыйға беретін боламын. Негізі өткен осы тапсырманы біраз адам орындады. Қателеспесем, бір 50 мен 70 адам аралығында тегін сабақты сыйға алды. Яғни қатты қиын нәрсе емес, скрин жасайсыздар, сторисқа қоясыздар, отзыв жазасыздар, алыңыздар, сіздерге сыйлық. Бүйтіп тұрғанымды үлгере алмайған болсаңыздар, просто осы тұрғанымды скрин жасап алсаңыздар болады. Сөйтіп парақшаға белгілеп, отзыв жазсаңыздар, парақшамды белгілесеңіздер, сіздерге сыйлығымды беретін боламын. Құрметті ата-аналар, эфир сақталмайды, ертеңгі эфирде сақталмайды. Ертеңгі эфир бұл парақшада емес, Эмпатия Академия парақшасында болады. Оны мен телеграмға сілтеме жіберем. Сол Эмпатия Академиясынан көресіздер. Бұл бала тәрбиесі эмпатия бәріне негізі марафонға тіркелу барысында жазылдыңыздар ғой. Сол парақшаларда болады. Құдай қаласа, ертең тағы да бір керемет от сабақ болады. Сұрақтардың бәріне жауап беріп үлгермедім, кешірім сұраймын. Менің телеграмда тағы да ізденімпаз ата-ана деген арнайы форумым бар. Сол жерде мен күн сайын 10 шақты сұраққа жауап беріп жүрмін ата-аналардың. Яғни қанша сұрақ жазылса, сонша сұраққа жауап беріп жүрмін. Мына сұрақтарды сол жерге жазсаңыздар болады. Телеграмға ізденімпаз ата-ана деп жазсаңыздар шығады канал. Сол каналға жазылып, форумға жазылып, сол жерде сұрақтарыңызды сұрай аласыздар, құрметті ата-аналар. Енді барлық сұраққа 20 минут үлгере алмайтыным түсінікті еді. Бәріңізге рахмет. Келесі сабақта, келесі эфирде, яғни ертең 22:00-де кездескенше сау саламат болыңыздар. Үлгерген адамдар үлгерді, үлгере алмаған адам өкінішке орай үлгермеді. Сіздерге тағы да бір мүмкіндік. Осы Каспий Голдты скрин жасап алыңыздар. Және бүгін 12:00-ге дейін төлем жасасаңыздар, сіздерден қабылдаймын. 3500-ге 12:00-ге дейін төлем жасасаңыздар қабылдаймын. Скрин жасап алып, тағы да төлем жасасаңыздар болады. Енді Каспий айтады ғой, тағы да сіз үшін не істей аламыз деп. Енді Елжас та сіз үшін тағы не істей алады. Бәріңізге қайырлы түн. Келесі ертеңгі сабақта кездескенше. Скрин жасап үлгеріңіздер.